бүгін менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өзбекский лепешка дайындаймыз. Оған бізге 1 килограмм высший сорт ұн керек, 350 грамм жылы сүт керек, 150 мл жылы су керек, 100 мл сұйық май керек, 1 столовая ложка дрожжи, 1 столовая ложка қант, 1 столовая ложка тұз. Жылы суымызды құямыз, оған сүтімізді құямыз, оған дрожжи, тұз араласқан қосамыз. Оған сұйық майымызды құямыз. Араластырып болды, енді ұн саламыз. Қанымыз елеп болды, енді 1 сағатқа жылы жүйеге қоямыз. Көтерілді, енді осыны 3-4 бөлікке бөлеміз. Енді жылы жүйеге қойып, кішкене көтерілсін. Оған дейін 180 градусқа духовкамызды қыздырып қоямыз. Май жағып қойдық былай. Енді ортасынан былай қасаймыз. Андай басатын не жоқ, үйде не қандай жағдай, сонымен басып істеп жатырмын. Сол ортасы көтеріп кетпеу үшін. Жұмыртқаның сарысы мен жылтокпен 2 ас қасық сүт қосасыздар, соны араластырып бетіне жағасыздар. Осылай үстіне. Жан-жағына қарасын себеміз. Біз 180 градусқа 30-35 минутқа мынаны істеп жатқанда уже қыздырып қоясыздар ертерек. Қызып тұрған духовкаға саламыз. Өзбекский лепешкаларымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.